Күн шерифлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін ноябрьнің біріншісі ве Қырым ишғалінің 978 күні. Эфирде заман. Ишғал олынған Қырымда 26 февраль іші бойынша 2 махкеме отырышы кечмекте. Али Асанов ве Мустафа дегерменжі бойынша отырышы кечмеген, адвокат Эдем Семедляевның сөзлеріне көре адвокатларының эпосы келмеген. Сегодня должно было начаться уже дело по существу. Адвокаты подготовили очень много ходатайств, на которые суд должен был дать свою оценку. Но, к сожалению, этого не было. Ақтем Чигознын давайшы бойынша махкеменің 33-ші күні сөзде қабатланғанлар тарафыны дестек еткен сорғысыдан башланған. Олардың арасында Народное ополчениенің 9-ші рота командир муавины Алексей Гайдар ве тешкелятның азасы Александр Крольман бар. Ақтем Чигоз кечкен сенесі январь айындан берлі Ахмежеттікі сезосында бұлынып, Қырым Юхары Шурасының диварлары алтында күтлеви низамсызлықларының тешкелетмесінде қабатлана. Русия, Украина журналистлеріні жаза берген конвейерге қойған серлевалы акция перформанс Киевдегі Русия елчілігі өгінде саат 10-да ноябрьнің 2-сінде кешірілежек. Фальжилерінің талапларында Роман Сущенко ве Николай Семенаны азат етмесінден ғайры оларға қаршы açылған жинайы ішлерінің тоқтатылмасыдыр. Evlerinde kişirilgen Tintüvden son Turkpolis xadimleri muhalif olған Cumhuriyet gazetasının baş muariri ve 11 xadimni yaxalagan. Avropa parlamentinin prezidenti Martin Schulz vaqeani Türkiye'de söz serbestligine karşı ötkürülgen nefbetteki hücum dep adlandırgan. Ankara'daki redaksiya binası ogünde narazılıq aksiyaları keçti. Hükümet temsilcilerinin kaydetkenine göre yaxalanuvlarının sebebi gazetanın sahibi olған media şirketine karşı keçirilgen tahqiqat neticesidir. Neşir bar mevsiminde Türkiye arbiyleri Suriye isyankarlarına hukuksuz şekilde silahının teslimini isbat etken videonu derçetken. Это операция против тех, кто всегда уважал закон, против тех, кто всегда защищал светскую юридическую систему. Это операция против свободы и демократии. Эта операция не направлена конкретно против журналистов газеты «Джумхуриет». Она касается прежде всего издательства «Энигу Ньюс», которой принадлежит «Джумхуриет». Қарасу базар районында хачның тікленілмесі үшін ер дамартасының айрылмасы вады етілген. Ишғалжи мемуриеті қарар алғанына көре православ темсаль мұддетсіз қоланмасы үшін көкей көйіне айыт топрақлардан 50 метр карьері берілежек. Қатырлатмақ керектір ки сентябрінің 26-сында эсасен Қырым татарлар ешаған Ахмежетінің Бұғырча районында православ хач тікленді. Тыбби саада олған меселелерні әнді ресми севеде де сеслендірмеге башлағанлар. Ишғал олынған Ярамадада сөзде бедава денілген тібетінің қызметіне бақмадан қабаржылы хастаханелерінің донатма қытлығы ве невбетлер. Бөлі шекетлеріні жематчылық прокуратуранен пайлашқан, прокуратура есе сағлық назерлігінен яқшы етіп бақмасыны вады еткен, екемлер ишғалден сон мутихасысларының экселмесіні қасевет етмектелер. Нехватка узких специалистов на сегодняшний день составляет до 50-60%. Причем речь идет и о центральных поликлинических больницах города Симферополя, а не только о сельских и районных больницах. Причем узких специалистов не хватает уже 2-2,5 года. Ахярның бір чоқ evlerinde аляда сувуқ, бір қач балабақча ве мектебі электрожихазлар ярдымынен қыздырылмақта. Қырымда яқын вақытлары қар бекленмесіне бақмадан Ахяр шерінің ысытме ағылары мүдерлігі анжақ шымды тамир ішлерінен оғрашмаға башлаған. Кешкен афта девамында қызметіне ұчбенге яқын Ахяр сакені ве оларының чоғысы ысытменен темін етілмесіне шекейет йоллағанлар. Месул олғанлар есе бойле вазиетіні нормаль деп саялар. Вопрос наличия отсутствия тепла, он происходит в заявительном порядке. Специалист управляющей компании не обходит квартиры, смотря где стояки теплые, где стояки холодные.
Соответственно, если завоздушивается, бывает, завоздушиваются некоторые батареи, да, и звонят, чтобы пришел слесарь, спустил. Это нормальная система при пуске отопления. Ахмежитнын Ижгалджа кеметі дорт бенгияхын терек кесмеге ниетленген. Шер беледиясы себебіні де айдынлатқан ешіл әкілген терекнің чоғысы эски ве телекілі ола білір. Бұндан дағыры Ахмежит мемориеті шерге эстетик көрініш бермесі бойынша қарар алған. Ерлі журналистлері шақси кересте иле ұғырашқан шыркет тереклер кесмесінде тендер қазанған. İnsanlar ağaçlarını almaq üçün авталар және вбетті olmaq кереклер, себебі де Қырымда соңки заманлары шумалар қытлықта. Михалков Ялта киностудиясыны ғайрыдан тіклеп оламаз. Рус актер ве режиссері олған Никита Михалков тарафындан Ялта киностудиясы инкишафтың проекты ақында сеслендірген биянатны студияның сайыбы Сергей Аршинов бойле изатлағандар. Оның сөзлеріне көре Ялта студиясы өз фильмлеріне ишлеп чықармаға чәресі йоқ. Иш адамы Мосфильм елбашчысы Карен Шахназаров девлетлештіруф сон киностудия масрафлары олмайжағы ақында сөзлеріне қол тұтқан. Бұл себептен Паалекур байрында ерлешкен павильонлары эксиреті бош қалабележеклері қайдеткен. Здесь должна быть аппаратура, звук, свет, транспорт, звукозаписывающие павильоны, несколько павильонов для того, чтобы снимать внутри. Прекрасных два совмещаемых с горизонтом бассейна для съемок морских сцен. На сегодняшний день большая киностудия в том объеме, о чем заявляет Никита Сергеевич, она абсолютно не нужна в Крыму. Вся Россия снимает, наверное, не больше 100 прокатных фильмов в год. И он хочет засунуть 70 фильмов на Ялтинскую киностудию. Ну, это просто прожектерство. Бұл ноқтада яйынымыз сонына келген Искендер Меметов еле олажақ заман эфиріні қачырмаңыз. Көрішмек үзіре.